Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біздің тақырыбымыз Қазақстандағы ауру түрлері, адамның иммун тапшылығы вирусы және жұқтырылған иммун тапшылығын синдромы. Адамның иммун тапшылығы вирусы мен жұқтырылған иммун тапшылығының синдромы бұлар дүние жүзіндегі көптеген адамдар тап болған ауру түрлері. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметтері бойынша жалпы Қазақстан АИТВ-тің ВИЧ-тің таралуы төмен елдің бірі. Алайда Қазақстанда ВИЧ жұқтырған адам саны 20 мыңнан астам, ал СПИД орталықтарында тіркелген адамдардың саны шамамен 30 мыңға жуық екен. Бұл цифрлар абсолютті және нақты деу қате болар. Өйткені қаншама адам өз аурулары туралы жасырады немесе білмеуі де мүмкін. Түсіндірудің мақсаты ВИЧ және СПИД туралы медициналық тұрғыда сипаттау емес, осы аурулардың алдын алу үшін қандай мемлекеттік шаралар бар екенін айту, осы саладағы мемлекеттік саясат туралы айту, жеткізу. Қазақстан Республикасының 1994 жылғы ВИЧ және СПИД алдын алу және емдеу туралы заңы бар. Сонымен осы заңға сәйкес мемлекет келесі кепілдіктері ұсынады. 1. Жасырын медициналық тексерудің ерікті, жасырын медициналық тексерудің сапасы, ВИЧ жұқтырған және СПИДпен ауыратын науқастарды медициналық тексерудің өткізудің психологиялық әлеуметтік, медициналық және медициналық кеңестің болуы. Екінші, ВИЧ жұқтырған және СПИДпен ауыратын науқастарға ақысыз медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі ВИЧ алдын алу және оған қарсы күрес орталықтарында және денсаулық сақтау ұйымдарында ақысыз медициналық дәрілік көмек. ВИЧ жұқтырған адамдары және СПИДпен ауыратындары әлеуметтік құқықтық тұрғыда қорғау. 4. ВИЧ жұқтырған және СПИДпен ауыратын науқастарды кемсітушілікке жол бермеу. Келесі, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақысыз медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде ВИЧ жұқтырған және СПИДпен ауыратын адамдарды арнайы нақты вирусқа қарсы еммен емдеу. 6. ВИЧ жұқпасының анадан іштегі балаға берілу қаупін азайту бойынша алдын алу шараларын жүргізу. ВИЧ жұқпасы бойынша ғылыми зерттеулерді дамыту, ВИЧ жұқпасының таралуын болдырмау жөніндегі шараларды жүзеге асыру үшін мамандар даярлау. Халықаралық ынтымақтастығы дамыту және ВИЧ жұқпасының таралуын болдырмау жөніндегі халықаралық бағдарламалар аясында тұрақты ақпараттармен алмасу. Барлық адамдар тегін жасырын тексеруден, ерікті құпия медициналық тексеруден және денсаулық сақтау ұйымдарында ВИЧ мәселелері бойынша кеңесі алуға құқылы. ВИЧ жұқпасы бойынша Қазақстан Республикасының юстиция органдарының қылмыстық атқару жүйесі мекемелерін азаматтар міндетті құпия медициналық тексеруден өтулері керек. Сонымен қатар донорлар, қан өткізушілер, олардың компоненттері, тіндері мен мүшелері міндетті медициналық тексеруден өтеді. Денсаулық сақтау органдарының, прокурорлардың, тергеушілердің және соттың сұранысы бойынша Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік мен азаматтығы жоқ адамдар, егер бұл адамдар ВИЧ жұқтыру мүмкін деп айтуға жеткілікті негіз болса, құпия медициналық тексеруден өтуге міндетті. Қазақстан Республикасында аумағында тұратын шетелдіктер мен азаматты жоқ адамдар тексеруден немесе профилактикалық бақылаудан өткілері келмей, жалтарған жағдайда Қазақстан Республикасы аумағынан тысқары шығарылады. ВИЧ жұқтырған және СПИДпен ауыратын науқастардың диагностикасы, емі, зертханалық нәтижелері туралы ақпарат құпия сақталады. Ол құпия тікелей өздеріне қатысты адамға, оның заңды өкіліне немесе денсаулық сақтау органдарының, прокурорлардың, алдын ала тергеулердің соттың талабы бойынша ғана ашылуы мүмкін. Қазақстан Республикасының азаматтары адамның иммун тапшылығы вирусын жұқтырған жағдайда мемлекеттік медициналық ұйымдарда ақысыз дәрі-дәрмек алуға, амбулаториялық және стационарлық емделуге құқылы.
Сонымен қатар, бір жерден екінші жерге көшуіне байланысты емделу орнынан есептен шығып, екінші емделу орнына қайтадан есепке тұруға байланысты шыққан шығындар жергілікті денсаулық сақтау органының есебінен төленеді. Еңбек шартын жасауға, балабақшаларға және білім беру ұйымдарына қабылдамай қоюға, сондай-ақ адамның иммун тапшылығы вирусын жұқтырған адамдардың немесе ВИЧ-пен ауыратын адамдардың басқа да құқықтары мен заңды мүдделерін бұзуға, сондай-ақ олардың туыстары мен достарының тұрғын үй және басқа да құқықтарын бұзуға жол берілмейді. ВИЧ-тің алдын алу және оған қарсы күрес орталықтарын медициналық қызметкерлері, жұмысшылары, техникалық қызметкерлері, ВИЧ-тің алдын алу, емдеу, диагностикалық және ғылыми зерттеу жұмыстарына тікелей қатысты бар басқа да мекемелер жұмыс күнін 6 сағаттық жұмыс күні қысқартуға құқықтары бар. Олардың 24 күнтізбелік күнге қосымша ақы төленетін демалысы бар. Оларға белгіленген жал ақының 60% бұл кәсіптік зиян үшін сый ақы.